ағылшынша түсінбеймін, если что. Жоқ, қазақша айтамын ғой. Бастадыңыз ғой, иә, ал жарайды. Не беріп қояйын. Баста запись. Бастай берейін, иә. Так. Қайда кетті менің нем? Ашылып тұр сіздің неңіз, слайдыңыз. Запись жүріп жатыр ғой. Ага. Так, құрметті әріптестер, мен өзім таныстыра кетсем. Мен Қарағанды облысы, Шет ауданы, Батық жалпы білім беретін мектептің ағылшын тілі пәні мұғалімі Бейсенбаева Заңзагүл Қалдыбаевна. Бүгінгі сіздерге ұсынып отырған тақырыбым ағылшын тіліндегі тілін театралды қойылымдар арқылы дамыта оқытудың жолдары деп аталады. Қазіргі категориям педагог сарапшы, педагог зерттеушіге үміткермін. Енді бүгінгі жұмысымның мақсаты оқушылардың ағылшын тілін үйренуге деген қызығушылығын арттыру және сөйлеу дағдыларын дамыту үшін театралды қойылымдарды тиімді пайдалану. Енді осы жұмысты бастаған кезде мен алдыма 8 міндет қойған болатынмын. Енді бірінші міндет ол театралды қойылымдарға қажетті ағылшын тіліндегі сөздерді меңгеру, ағылшын тілінде қарапайым диалогтарды жаттап, рөлдерге бөлініп айту, оқушылардың сөздік қорын кеңейту үшін қойылым мәтіндерін оқу, дұрыс айтылым және мәнерлеп сөйлеуді дамыту, топпен жұмыс істеу арқылы коммуникативті қабілеттерді жақсарту, ағылшын тіліндегі қойылымдар арқылы мәдениетпен танысу, өз ойын еркін жеткізуге үйрету және сенімді сөйлеуге дағдылану, шығармашылық қабілеттерді дамыту және сахналық қойылымдарды ойнау. Енді бұл авторлық бағдарламаға қысқаша түсінік бере кетсем, бұл авторлық бағдарлама 3-4 сыныптарға, яғни бастауыш сыныптарға арналған, аптасына 1 сағат, жылына 34 сағатты құрайды. Бұның жаңағы ОМЖ-сы бар, қа бар, оқушыларға арналған хрестоматиясы және хрестоматияға арналған қосымша. Ол қосымшада жаңағы қойылымдардың сценарийлар жинағы. Бұл авторлық бағдарламада қойылымға келетін 34 елден жиналған әртүрлі қойылымдардың жинағы болып табылады. Мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандай, мынау бірінші жаңағы бағдарламасы, мынау сол бағдарламаның хрестоматиясы, мынау үшіншісі бағдарламаның хрестоматияға қосымшасы. Мына жерде міне QR кодты сканерлап көрсеңіздер болады. Мына флипбук жасаған, сол электронды кітап ретінде де пайдалануға болады. Жаңағы қағаз тасымай, ноутбук тасымай қол жетімді қылып пайдалануға болады. Енді жалпы бізге театр қажет па, оқушыларға қажет емес па деген сұрақ туындайды бастауыш сыныптарға. Негізі театр әр балаға қуаныш, қызық, ұмытылмас әсер сыйлайды, балалардың эстетикалық талғамын, қиялын дамытады. Қазақ халқының өнер жұлдыздарының бірі Шәкен Айманов айтқандай, театр адамдарды туыстастыратын шығармашылық отбасы, сахна өнері тілі жетпес құдіретті өмір шындығын білу, яғни адамның сахнаны сүймеуі мүмкін емес деп айтқан. Енді осыдан қорыта келе оқушылардың тілін дамытуда, олардың өмірге деген көркемдік көзқарастарын қалыптастыруда театрландырылған қойылымдар ерекше рөл атқаратынына көз жеткізуге болады. Енді жаңағы менің осы авторлық бағдарламам 2024-2025 оқу жылындағы мектептің оқу жоспарына кәдімгідей енгізіліп, 1 жыл бойы осы апробациядан өткен болатын. Мына жерде қарап тұрсаңыздар, мына контентті мазмұнында өзіміздің қазақтың алдар көсесінен бастап, ағылшынның The Three Kings Daughters деген ертегісімен аяқталып тұр. Мына 34 ертегілердің барлығы бастауыш сыныптарға қойылымға ойнауға келетін ертегілердің жинағы.
Енді мына екінші бағанға қарасаңыздар, екінші бағанда менің слайдым жүріп тұр ма, әріптестер? Аха, жүріп тұр. Аха. Екінші бағанға қарасаңыздар, мынау Қазақстан Республикасының 130-шы бұйрығына сәйкес жаңа форматтағы жасалған КМЖ-сы, бұл жерде өздеріңіз білетіндей, мына мақсаты кәдімгі кодталған мақсат қойылды жас ерекшеліктеріне, және мұғалімнің іс-әрекеті, оқушының іс-әрекеті, бағалау және ресурстар деп берілген. Енді әдеттегінде енді жаңағы сабақты қалай енді таныстыруынан жаңағы психологиялық ахуал құрамыз, жаңағы warm up жүргіземіз біз ағылшын тілінде, pre-reading task, role playing, comprehension check деген, одан кейін жаңағы reflection feedbacктер кәдімгідей артында кәдімгідей қойылған. Одан кейін мына үшінші бағанға қарасаңыздар, алдар көсенің шапаны, бұл мына жерде мен сіздерге анық көрінбей тұрған шығар, скрин жасалған түрі. Мына жерде мына 34 қойылым, бұл жерде 3-4 сыныптарға арналып адаптированный деп айтады ғой, жеңілдетілген түрі. Мына қарамен берілген жазулар, бұл жаңа сөздер артынан беріледі хрестоматиясында. Мына қарап тұрсаңыздар, қатты ұзын да емес, ұзақ та емес, мынандай бір ауқымды, көлемді емес, 3-4 сыныпқа сай жасалынған. Екінші астына қарасаңыздар, бұл жерде алдар көсенің шапаны, бұл хрестоматияға қосымшасынан үзінді characters, мына жерде жаңағы кейіпкерлер алдар көсе, Richman жаңағы бай, екеуі ойнайды ғой енді. Сол жаңағы басынан бастап соңына дейін жаңағы қалай ойнау керек, кім қандай сөз айтатыны барлығы бұл жерде берілген. Так, енді осы жұмысты апробациядан өткізу барысында бізде 4-ші сыныпқа өткен болатын. Бұл жылдың басында курсқа дейін бізде білім сапасы 61,7% құраған болатын. Жылдың аяғында өздеріңіз көріп тұрғандай, мына 69%-ды құрады. Жалпы динамикасы сонда 7,3%-ға көтеріліп отыр. Енді бұл жерде айтатын мәселе, осы авторлық бағдарлама бағытталған оқу стратегиясымен немесе Блум таксономиясының 6 деңгейіне сәйкес мәтіндерді талдау арқылы оқушылардың білу, түсіну, қолдану, талдау және зерттеу дағдыларын кешенді түрде дамытады. Дамытты деп айтуға болады. Бұл жерде оқушылардың өзіне деген сенімділіктері артты, өзіндік пікірлерін қорғай алатын тұлға ретінде қалыптасуына және ұжымдық қарым-қатынас дағдыларын меңгеруге әжептәуір көмектесті деп айтсақ болады. Бұл жерде тек қана жаңағы Блум таксономиясының 6 бағыты ғана емес, бұл авторлық бағдарламада сонымен қатар айтылым дағдысы мен оқылым дағдысына акцент қойылған. Осы екі дағды кәдімгідей жаңағы дамыды, өсті десек те болады. Мына 69% тегінен тегін шығып тұрған жоқ, соның нәтижесі деп білем. Енді мына жерде сіздерге мына қойылымнан үзінді суреттерді көрсетіп отырмын. Жалпы осы негізі қойылым бойынша мен осы жылдан ғана емес, бірнеше жыл бойы жұмыс істеп келе жатырмын, бірақ осыны авторлық бағдарлама жазу үшін осы биыл ғана қолға алдым. Мына жерге қарап тұрсаңыздар, мына оқушылардың киім костюмдары да ескі, декорация, сахнаны қарасаңыздар, қолмен жасалған суреттер. Бұл 2000 қанша дейін, 2019 ба, мынау балалар қазір уже жоқ, мектепті бітіріп кеткен оқушылар. Сол кезден бастап мен осы театрды қойылымдарға өзім қатты қызығатынмын. Сол кездегі алғашқы қойған қойылымымыз болатын Cinderella, бұл күлше қыз ертегісі болатын. Одан кейін Little Red Riding Hood деген бізде қызыл телпек ертегісі. Артқы фонына қарасаңыздар, жаңа жыл. Тоже адамның өзінде бір мақсат болады ғой. Мен осы мұғалім болып жүргенде ойлайтын, осы жаңа жылға бір қойылым қою керек деген бір өзімде бір не болатын, постоянно
осы подряд бірнеше жыл жаңа жылға осындай қойылымдар қойып, оқушылар да риза, ата аналар да риза. Мына артындағы мынау избушка үйді тіпті маған ата аналар жасап берген көмек ретінде. Одан кейін міне дебан, тағы да бауырсақ ертегісі, тағы да міне көріп тұрғандай жаңа жылдағы қойылған қойылым. Тағы да бұл жердегі оқушылардың үстіндегі киімдерін тағы да ата аналардың көмегімен қойылған ертегі болатын. Енді бұл жерде ата аналар бастауыш сыныпта оқығаннан кейін өте қызығады. Ағылшынша сөйлегенде өздері қызығады. Енді бұл жерде мен бірнеше әдіс тәсілдерді пайдаландым десем де болады. Бұл жерде драматизация және рөлдік ойындар, импровизация, коммуникативті әдістер, оларға сұрақ жауап, диалог оқыту, мәдениетаралық құндылықтарды енгізу, ертегілерді салыстыру, көп мәдениеттілік жобалар, тапсырма негізінде оқытуға практикалық тапсырмалар, мәселені шешу, интерактивті технологиялар, бұл жерде аудиовизуалды материалдар және онлайн платформаларды қолдандым. Ойын сауық әдістері, бұл жерде тілдік ойындар, драмалық викториналар және квест ойындары. Сосын бұл біткеннен кейін балалар өзін өзі бағалау немесе мұғалім тарапынан бағалау жүретін. Сонда былай қарап тұрсаңыздар, қойылымды дайындап келесіз, жаңа жылда қоясыз, сізге ата ана да баға береді, мұғалімдер де баға береді, и өзіңізге өзіңіз баға бере аласыз. Балаңыз сіздің жақсы ойнаған кезде жұмысыңыздың нәтижесін көре аласыз. Мына жерде міне енді мынау биылғы менің қойылған осы авторлық бағдарламада нағыз қойылған, осы жұмыс барысында қойылған қойылым болатын. Алдар көсенің шапаны, көріп тұрғандарыңыздай жаңа жыл. Сосын мына жерде қазақи өзіміздің кигіз үйіміз декорацияда. Енді бұл жерде мына QR код беріліп тұр, мынаны сканерлап көрсеңіздер болады. Бұл жерде айтқым келіп тұрғаны, біз осы EduStream Express Publishing деген ағылшындардың баспасы бар. Сол баспа қараша айының соңында Wonderfest 2024 деген республикалық қойылымдар байқауын жылда өткізеді. Біз соған биыл бірінші рет қатысып, алғыс хатпен марапатталған болатынбыз. Бұл мен үшін үлкен жетістік, оқушылар үшін де, мен үшін де үлкен жетістік. Енді келесі неде мен сіздерге видео ұсынғым келіп тұр. Бұл видеоның енді мына жерде ескі видеолар да бар, жаңа видеолар да бар. Енді качествосы кішкене төмендеу, бірақ енді көріңіздер. Мен алдармын, сақалымды алдырмын, сақал түгілі мұртта жоқ, шайтанды да алдармын. Oh, my couch is old, my horse is old. Aha!
table your coat? No, you can't. Please take my coat, my horse, and my gold too. Okay then. Жақсы. Енді мына жерде мынау қайдан кіріп кетті деп ойламаңыздар. Мұқағали мәңгілік ғұмыр деген тек қана ағылшын пәні бойынша қойылымдар мен айналыспаймын. Мына жерде 11-ші сынып өзімнің сыныбым. Биыл біз Мұқағалидың туған күніне осындай үлкен қойылым қойған болатынбыз. Енді мұғалім болғаннан кейін тек ағылшынға ғана акцент қоймай, жалпы оқушыларды осы театр әлеміне, жалпы сахналық өнерге баулығанды бір өзімнің хоббиім деп айтса да болады. Мына жерде жаңағы QR кодты сканерлап көрсеңіздер болады. Өте тамаша ойнап шықты балалар. Бұл жаңағы көрермендердің қошеметін алып бірнеше рет қойылды бұл қойылым. Енді қандай жетістіктерге жеттім? Бұл осы авторлық бағдарламаның аясында мен осы педидеялар фестиваліне қатысып жүлделі 3-ші орынға ие болдым, және жаңағы айтқандай республикалық қойылымдар сайысына қатысып алғыс хатпен марапатталған болатын. Бұл мен үшін, оқушылар үшін және мектеп үшін үлкен жетістік деп білемін. Жалпы театрландырылған қойылымдар арқылы оқушылардың сөйлеу дағдылары дамыды, сөздік қорлары молайды, ауызша сөйлегенде дыбыстарды анық айтуға үйренді, мәтін мазмұнын жан-жақты талдау арқылы мазмұнды маңызды ақпаратты ажыратуға, дәлелдерді сараптауға және қорытынды жасауды меңгерді. Кейіпкерлердің іс-әрекеттері мен дауыс ырғақтарын сәйкестендіре дұрыс сөйлеуге дағдыланды, байланыстырып сөйлеуді үйренді, шығарма барысын мазмұнын ұғынуға, рөлдерді түсініп ойнауға, өз пікірлерін білдіруге, мәселелерге өз көзқарастарын ұсынуға және шығармашылық шешімдер табуға машықтанды. Мына жерде де мұны қысқаша жазып кеттім. Шығармашылық, қиял, эмоциялық, интеллект, әртістік қабілеттері дамыды, қарым-қатынас, топтық жұмыс, эмпатиялары дамыды, сыни тұрғыдан ойлау, тілдік дағдылар, өзіне деген сенімділіктері артты, әртүрлі перспективалар, эмоция, әлеуметтік өсу көрінді десек болады. Енді қорыта айтқан кезде мына жердегі суретке назар аударсаңыздар, жасанды интеллектпен табиғи адамның қолы тұр. Енді бұл жерден мынандай ой түюге болады. Енді қазіргі қарыштап келе жатқан заманда, дұрыс, ешқандай неден қалмауымыз керек. Технология дамығанда бізде сонымен бірге қоса дамуымыз керек. Бірақ ол робот қой, ол компьютер, ол бізге адам сияқты ойлап, адам сияқты шешім қабылдай алмайды. Сол себептен барлық балаларды біз робот қыла алмаймыз. Арасында осындай сахналық қойылымдар, театрға, табиғи заттарға көп үйретуіміз керек деп ойлаймын. Енді мен бүгінгі жұмысымды аяқтадым. Сіздердің назарларыңызға рахмет. Сіздерден кері байланыс күтеміз. Сұрақтарыңыз, айтарларыңыз бар ма, әріптестер? Дамзагүл мұғалім, рахмет көп сізге. Жұмысыңызға оң баға береміз. Жұмысыңыз бастауыш сынып оқушыларына өте тиімді екен. Балалар қызығушылықпен қатысады деп жаңа видеоларыңыздан бәрі дәлелдеп көрдік. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет көп сізге. Сіздерге де сәттілік. Так. Сұрақтарыңыз жоқ болса? Сұрақтар жоқ. Өте түсінікті, өте қызықты құрылған екен. Сіз бастағаннан бері қызығып тыңдап отырмыз. Балаларға өте театрландырылған қойылымдардың қызығушылығын оятады ғой. Жаңағы өздері қойылым қоя отырып, жаңағы қазақ тілінде, сосын ағылшын тілінде жеткізу балаларға жаңағындай
өте қызықты, қызығушылығын арттырады деп ойлаймын. Рахмет сізге. Жақсы, рахмет. Өте тиімді. Сіздерге де сәттілік тілеймін, аман есен өтеген осыдан. Жақсы, шыға берсеңіздер болады, әріптестер, рахмет. Так. Записьті тоқтатып тастаңыз. Запись тоқтатыңыз.